Сәлем, IQ 300 арнасына қош келдіңіздер. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, менің еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал бүгінгі видеода қазақ еліне еңбегі сіңген тұлғаларды мультипликация стилінде анықтайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Суретте кім бейнеленген? Сәкен Сейфуллин, Шоқан Уәлиханов, Әлихан Бөкейхан. Дұрыс жауабы Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов қазақ ғалымы, тарихшы, этнограф, қазақ халқының мәдениеті мен тарихын зерттеген, шығыстану ғылымына үлесін қосқан. Бұл суретте кім бейнеленген? Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханұлы. Дұрыс жауабы Әлихан Бөкейханұлы. Әлихан Бөкейханұлы қазақтың ұлы мемлекет қайраткері, ғалым және алаш қозғалысының жетекшісі. Ол қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресіп, ұлттық мәдениет пен білімнің дамуына үлес қосқан. Ал бұл суретте кім бейнеленген? Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Бируни. Дұрыс жауабы Әл-Фараби. Әл-Фараби орта ғасырлық ғалым және философ. 9-10 ғасырларда өмір сүрген. Ол философия, музыка, математика және астрономия салаларында көптеген еңбектер жазған. Суретте кім бейнеленген? Мағжан Жұмабаев, Махамбет Өтемісұлы, Жамбыл Жабаев. Дұрыс жауабы Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев қазақтың әйгілі ақыны, жырау, айтыс өнерінің шебері. Кеңес дәуірінде халық өмірін жырлап, патриоттық өлеңдер жазды. 100 жасаған жыр алыбы ретінде танылған. Бұл суретте кім бейнеленген? Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би. Дұрыс жауабы Төле би. Төле би қазақтың ұлы биі және мемлекет қайраткері. Ол 1663-1756 жылдар аралығында өмір сүріп, әділдігі мен шешендігімен танымал болған. Төле би қазақ хандығының дамуына үлес қосқан. Ал бұл суретте кім бейнеленген? Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев. Дұрыс жауабы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ философ, ойшылы, ақын, жазушы және аудармашы. Ол Абайдың шәкірті және рухани мұрагері болды, және мұғалім негізін қалаған жаңа әдебиеттің өкілі. Ал бұл суретте кім бейнеленген? Ілияс Жансүгіров, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев. Ілияс Жансүгіров қазақ ақыны және жазушысы. Ол 1894 жылы туған. Қазақ әдебиетінде маңызды орын алған. Оның танымал шығармасы Құлагер поэмасы. Ілияс Жансүгіров қазақ халқының мәдениеті мен өмірін шығармаларында баяндаған. Бұл суретте кім бейнеленген? Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы. Дұрыс жауабы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ұлы ағартушысы, педагог және жазушы. Ол 1841 жылы дүниеге келген. Қазақ балаларына арналған алғашқы мектептерді ашқан. Қазақ хрестоматиясы атты оқулық жазып, білім мен ғылымды насихаттаған. Суретте кім бейнеленген? Әбілсейіт Айханов, Қажымұқан Мұңайтпасұлы, Палуан Шолақ. Дұрыс жауабы Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақтың әлемге әйгілі палуаны, цирк өнерпазы. Ол 1871 жылы дүниеге келген. Түрлі халықаралық күрес жарыстарында жеңіске жеткен. Қажымұқан қазақтан шыққан алғашқы кәсіби палуан және 50-ден астам медаль иегері. Бұл суретте кім бейнеленген? Бауыржан Момышұлы, Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин. Бауыржан Момышұлы ұлы отан соғысының батыры, әскери қолбасшы, жазушы. Мәскеу үшін шайқасы ерекше ерлік көрсетті. Кеңес одағының батыры. Москва үшін шайқас кітабының авторы.
батырлығы мен нақыл сөздері халық жадында мәңгі сақталған. Суретте кім бейнеленген? Мұхит Мералыұлы, Жүсіпбек Елебеков, Әміре Қашаубаев. Дұрыс жауабы Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев қазақтың атақты әншісі. 1921 жылы Парижде қазақтың әндерін әлемге танытқан алғашқы өнерпаз. Оның репертуарында Ақайдың әні, Балқадиша, Дударай, Бес қарагер сияқты халық әндері болған. Суретте кім бейнеленген? Бауыржан Момышұлы, Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин. Дұрыс жауабы Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин ақын, жазушы, мемлекет қайраткері, қазақ әдебиетінің негізін қалаушыларының бірі. Тар жол тайғақ кешу романында алаш қозғалысы мен кеңес үкіметін сипаттаған. Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатұлы. Дұрыс жауабы Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев ақын, ағартушы. Мен жастарға сенемін өлеңінің авторы. 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Бұл суретте кім бейнеленген? Бауыржан Момышұлы, Шоқан Уәлиханов, Міржақып Дулатұлы. Дұрыс жауабы Міржақып Дулатұлы. Міржақып Дулатұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, алаш қозғалысының мүшесі. Оян қазақ кітабымен халықты ұлт азаттығына шақырды. Кеңес үкіметі тұсында қуғындалып, 1935 жылы қайтыс болды. Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы. Дұрыс жауабы Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқай түркі халқының тәуелсіздігі үшін күрескен қайраткер, алаш қозғалысының мүшесі. Кеңес билігіне қарсы шығып, шетелде эмиграцияда өмір сүрді. 1941 жылы Берлинде қайтыс болды. Бұл суретте кім бейнеленген? Мағжан Жұмабаев, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев. Дұрыс жауабы Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, ойшылы, қазақ әдебиетінің классигі, халықты білім мен ғылымға шақырған. Қара сөздері мен өлеңдерінде адамгершілік, әділдік, білім тақырыбын көтерді. Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы. Дұрыс жауабы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ағартушысы, ақын, тіл реформаторы, қазақ әліпбиін жасаған, қазақ газетін шығарған, ұлт тәуелсіздігі үшін күрескен, кеңес билігі тарапынан қуғындалып атылған. Бұл суретте кім бейнеленген? Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би. Дұрыс жауабы Әйтеке би. Әйтеке би қазақтың атақты биі, Тәуке хан тұсында 7 жарғы заңын жасауға қатысқан, қазақ бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан әділ шешен, мемлекет қайраткері. Назарларыңызға рахмет. Неше сұраққа дұрыс жауап бергендеріңізді пікірге қалдырып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.